Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге итальяндық соуспен өте дәмді пиццаны рецептімен бөлісетін болам. Өте оңай, сіз сақтап тіркеліп кетіңіз. Майдың үстінде томат, чеснок, орегано және базиликті салып қуырып аламыз. Үстіне болған соң помидорымызды салып, жақсылап араластырамыз. Отта соусты 5 минутта ұстаймыз. Қуырылып болған соус осындай күңгірт түс беріп тұрады. Сол кезде отты өшіресіз. Қамырына ұн, тұз, қант және де біз дрожжіні қосатын боламыз. Рецептісі описаниеда жазылып тұр. Көтерілуге қойып алып, 3 бөлікке бөлеміз. Бөліктерге бөлінген нандарды дөңгелетіп, қайтадан тұндыруға қойып қоямыз. Қамырдың астына ұн сеуіп, өзіне де ұн сеуіп, жақсылап жіңішкертіп, тестаны жаямыз. Өзіңіздің қалағаныңыз бойынша 28 диаметрде жасасаңыз болады, немесе 30 диаметрде де жасасаңыз болады. Жан жағына бортиктарын шығарамыз. Дайын болған қамырдың үстіне соусымызды саламыз. Бір пиццаға кем дегенде 4 қасық соус кетеді. Соусты барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Үстіне колбасаларды саламыз. Жіңішкертіп тураңыз, әйтпесе үлкен болып кетеді духовканың ішінде. Дайын болған қамырды максималь 275 градуста 7 минуттай пісіріп аламыз. Қамыр жартылай пісқанда үстіне сыр сеуіп қайтадан саламыз. Вуаля, дайын. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіз. Отбасыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.